Кім мені ұйқысқы ұйқымнан оятқан? Неге шулап жатсыңдар, балалар? Аюжан, мұнда біз жаңа жыл мерекесін тойлап жатырмыз. Балалар, Аюжанмен амандасайық, кәнекей? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Ой, жаңа жыл келіп қалды ма, балалар? Қандай керемет, мені оятқандарың жақсы болыпты. Мен де шамын жағып, жаңа жылды тойлағым келеді, балалар. Ендеше Аюжан, сен бізбен бірге жаңа жыл мерекесін тойла. Біздің балалардың әдемі тақпақтары бар. Кәнекей балалар, тақпақты шығаршы. Айша, Пірәли, Айхан, Исламхан, Али, Едина, Балауса. Шыршаны жасап, орманында үйімді жаңа жылға безендірген кезде бұзық Маша шыршамды өртеп жіберді, балалар. Шырша әкелуге орманға барсам, Маша бұзық Аяз атаның жолын кесіп, қуатты Аяз атаны. Сендерге Маша келген жоқ па, балалар? Келмеді. Қайда жүрген бұл бұзық Маша? Аяз атамен ақша қарып көрмедіңіз бе? Көрдім. Бірақ мен Аяз атамен ақша қарып көрмедім. Мен қоянды көрдім, қасқырды, түлкіні көрдім. Балалар, Аяз атамен ақша қарып қайда жүр екен? Қайын барлығымыз дауыстап шақырайықшы Аяз атамен ақша қарып. Біздің Аяз атамен ақшақарды сіз көрмедіңіз бе? Мен қайдан көремін оны? Ой, мұнда қонақтар келіп қалыпты ғой. Неге маған айтпағансыңдар? Мен қасқырдан қашып жүрсем, қонақтарды қарсы алуды. Ұмытып кетіппін. Ой, Аю, мына ненің іздері? Қоян? Әрине, Қоянның іздері. Қоян, сен біздің балалардың жаңа жыл мерекесін тойлап жатқан тойының үстіне түстің. Біздің балалардың жаңа жыл мерекесіне арналған тақпақтары бар. ой, жаңа жыл ма? Мен жаңа жылды жақсы көремін. Қане балалар, мен айттым Аю саған, бұл қасқырдың іздері деп. Қасқырдың іздері. Қоянның іздері ме?
Түлкімін мен, түлкімін. Түлкімін. Бір күнім. Ал балалар сендерге Аяз ата келмейді. Сыйлықтар келмейді. Неге Гүлжан? Ал сендер неге мені мерекеге шақырмайсыңдар? Мен деген Аяз ата мен Ақшақарды құлыптап қойдым. Енді олар сендерге келмейді. Оның дұрыс болмайды, Гүлжан. Ал сендердің балаларында ән айтуды, тақпақ айтуды біледі ме? Біледі. Ал жұмбақ жасасам жұмбағымды шешіп береді ме? Шешеміз. Онда менің жұмбағымды шешіп берсем, мен Аяз ата мен Ақшақарды қайтып шығарамын. Әнекей онда бізге жұмбағымды жасыра қой, біздің балалар оны табады. Қыста да, жазда да бір түсті болады. Ол неге? Жылына бір рет ұлы мен қызына қойды. Ал енді тағы да менің ұстағым бар. Қыста ғана болады. Ұстасам қолым болады. Жан көрдіңіз, бала өте ақылды. Сіздің жұмбақтарыңыздың барлығын шешуін тапты. Енді бізге Аяз ата мен Ақшақарды босатыңыз. Мен бәрібір босатпаймын. Сендерге сыйлық әкелмейді. Мен Аяз атаны Ақшақармен босатпаймын. Балалар, алдауға боламын. Жан, оның не? Бізге уәде бердің ғой, неге алдашың? Ой, мен енді орманға кетемін. Ал сендерге бәрібір Ақшақармен Аяз ата келмейді. Не істейміз, балалар? Не істейміз? Маша, сен түлкінің артынан барып, Аяз ата мен Ақшақарды бізге балалар олардың сыйлықтарын күтіп отыр. Жарайды, мен барып, түлкіні барып, өткеніне қақатып қойыпты Аяз ата мен Ақшақар, жарай ма? Ал сендер күтіңдер! Аяз ата сендерше, қоян айымен бірге қалба қоймен емсен бәрін қостатамын. Амансың ба қыздарым, қандай жарқын жүздерің, қандай әсем үндерің, асулармен алысқан, асау жермен жарысқан, Аяз атаң кеп қалды, сағынап сендерді алыстан. Сәлем балалар, барша ата-аналар келіп қалды мінекей, қар ханшасы, Ақшақар, сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, білесіңдер ме? Орманда Ақшақар екеуміз келе жатсақ, қу түлкі бізді алдап, қамап, құлттап кетті. Машаның сиқырлы сөзді қолданып, тұршаның шамын жағайып. Ой, балалар, қане, тағы да қаттырақ айтайықшы. Қандай әдемі болды шықса. Аяз ата.
бар.